Барша қазақстандықтар көрсін және сақ болсын. Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз, келсе арнамызға жазылып, лайк басып ұнатпаңыз. Бірнеше өңірде ауа райына байланысты ескерту жарияланды. 14 қазанда еліміздің 14 өңірінде ауа райына байланысты ескерту жарияланды. Синоптиктердің болжамына сүйенсек, Қарағанды облысының батысында, шығысында бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Облыстың солтүстігінде жолдарда көктайғақ, солтүстік-шығыстан жел соғады. Қостанай облысының оңтүстігінде бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Ұлытау облысының солтүстігінде бұрқасын, көктайғақ күтіледі. 14 қазанда түнде Абай облысының батысында, солтүстігінде қар күтіледі, облысының оңтүстігінде жауын-шашын, көктайғақ күтіледі. 14 қазанда түнде Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында қар, облысының оңтүстігінде жауын-шашын, күндіз облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде жауын-шашын күтіледі. Батыс Қазақстан облысының солтүстік-батысында, солтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылорда облысының орталығында солтүстігінде төтенше өрт қаупі, облысының батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Түркістан облысының таулы аудандарында кей уақытта қатты жаңбыр, облысының солтүстігінде, батысында, оңтүстігінде, таулы және тау бөктері аудандарында найзағай күтіледі. Жамбыл облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында қатты жаңбыр күтіледі. Алматы облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында солтүстік-шығыстан жел соғады. Атырау облысының батысында, солтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтөбе облысының шығысында, орталығында солтүстік-шығыстан, солтүстіктен жел соғады. Солтүстік Қазақстан облысының солтүстік-шығыстан жел соғады. Астанада жолдарда көктайғақ күтіледі. Ақмола облысында жолдарда көктайғақ күтіледі. Түнде және таңертең облысының батысында, оңтүстігінде тұман күтіледі. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату, оны жасаумен тең екенін ұмытпайық.